Сәлем достар, бүгінгі видеода сіздермен клиенттарыңызды қалай көбейтесіз және де сарафанное радио деген бұл не және қалай жұмыс істейді сол жайында мен сіздерге қазір видеода түсіндіргім келіп жатыр. Осындай жай ғана әдемі бомбоньерка жасап бере отырып, заказ қабылдай отырып, сіз өзіңізге реклама жасай аласыз. Мысалы, қалай деген сұрақ келеді. Сіз шаблонды шығармай тұрып, электрондық форматта жазуын жазғаннан кейін өзіңізге логотип жасап, логотипті осының астына қойып қоясыз. Мысалы, для заказа деп, мысалы, инстаграмыңызды и WhatsApp нөміріңізді жазып қойсаңыз болады. Примерно осылай сарафановое радио жұмыс жасайды. Міне мына бомбоньерканың астында жазылып тұр уже, ал мына жерде жоқ. Мысалы, клиентқа осындай в пустом виде беретін болсаңыз, сіздің табысыңыз бір-екі заказ ғана болуы мүмкін, болды. Ал егер де сіз осылай логотипін жасап берсеңіз астындағыдай, міне астында, онда сіздің заказыңыз көбейе береді. Және мысалы сол қонақтардың үйінде де, мысалы тілашар болуы мүмкін, жаңағы бесік той, сырға салу, қыз ұзату тойлары болуы мүмкін. Обычно адамдар доверяют таныс адамдары берген жерінен. Сол үшін обязательно логотип жасауыңызды ұмытпаңыз. Мысалы, науда тура сондай бомбоньерка, но мысалы қараңыз, сіз клиентке жасап бересіз, сосын ешкім білмейді кім жасап бергенін, заказда түспеуі мүмкін. Ал егер де сіз осы логотип қойсаңыз, обязательно сізге клиенттеріңіз көбейе береді. Логотип жасау жайында менде видео бар, обязательно қарап көріңіздер. 4x4 форматын немесе домалақ форматын өзіңіз жасап аласыз. Енді қараңыз, қазір мысалы мына жерде бомбоньеркаға заказ сізде түсті. Заказ беру үшін мысалы қандай тілашар ма, тілашар, бір жас па, бір жас деп заказды жазасыз төбесіне. И атын уже жазып болғаннан кейін астында міне жабылатын жерлері тұр ғой, бомбоньерканы собирать ететін, міне. И соның төбесіне осы өзіңіздің дайын логотипіңізді қоясыз. Қазір мен сіздерге осыны распечаткадан шығарып, сборкасын көрсететін болам, примерно қалай көрінетінін, чтобы сіздерге нақты түсінікті болу үшін. Міне жаңағы бомбоньерканы мен уже шығарып алдым. Мына жерде пустой, аты жазылмаған, ал мына жерде уже жазылған. Міне көрдіңіз бе? Енді қазір осыны собирать етеміз. Міне осындай бомбоньерканың қазір сборкасын көрсететін болам. Және де давайте поговорим. Ол не үшін жасалады, уже біліп тұрсыздар. Мысалы, сіз қыз ұзатуға заказ жасап бересіз. Мысалы, 200 адамға заказ. Клиентіңіз 200 адамға заказ берді, мысалы, қыз ұзату тойы. Сіз 200 адамға жасап бердіңіз и уже логотипіңізді қойып қойдыңыз. Сол қонақтардың ішінде, мысалы, біреусінде 40-нан шығару мерекесі болуы мүмкін, біреусінде жаңағы немересі бесік тойы болуы мүмкін, және де бір жасқа толуы мүмкін, сырға салу мерекесі, келін шай мерекесі болуы мүмкін. Сол кезде қонақтардың есінде қалады. Қазір инстаграм страничкасын сақтап қойық, өзімізге WhatsApp нөмірін сақтап қойық. Өйткені қазір бізде де мереке келе жатыр. Осы танысымыз осы жерден берген еді, бізде осы жерден заказ береміз дейді. Естеріңізде болсын, адамдар доверяют, когда таныс адамын берген жерінен. Өйткені сіз жасап бергенде уже качествосын көріп тұр, шаблонын өте әдемі болып тұр. Сосын заказды істеген кезде аккуратно әдемі жасап беруге тырысу керек. Міне 2-3 жердің астына жібердім де, и мынаны жай ғана төбесіне жібердім. Жазуы бар жерде жай ғана төбесіне. Міне жазуы бар жеріне клей жақтым, чтобы жазу, и осылай қыса салдым жай ғана. Қазір астынан дұрыстаймын. Міне, чтобы жабысу үшін қатты. Менде кішкене сулы клей, сондай алыңыздар, белый клей емес, обычный клей, но кішкене андай прозрачный түсі. Сол кезде қатты ұстайды, именно сол клей. Ал ғана белый клей, ол кеуіп қалады да, ашылып кете береді. Енді ленточкамызды тура ортасынан байлаймыз. Дыроколмен уже тесіп қойдым. Осылай, лентаның примерно сантиметрі 30 сантиметр. Міне мен қазір ленточкамды уже байлап қойдым. Кстати, бір лайфхак айтып кетейін. Бомбоньерканы осылай екі шетінен қыссаңыз, қысып тастасаңыз, арасы ашылады. Сол кезде лентаны ашпай, конфетаңызды салсаңыз болады. Любой конфета сияды ішіне. Давайте для сравнения екі бомбоньерка. Мысалы, біреуінде бесік той деп тұр, біреусінде тілашар деп тұр. Қараңыз, для заказа деп жазып қойдым, ал біреусінде жазылып тұрған жоқ. Мынау бесік тойдағы қонақтар ешкім білмейді, кім заказ берген, жай той бастар деп кіреді, и басқа страничкалардан беру мүмкін. Ал егер де сіздің страничкаңыз жазылып тұрса, обязательно сіз қазір видеоның астына комментарийдің жазуына сіздерге видео логотип туралында тастап кетемін. Соған кіріп, логотип жайында видеоны қарасаңыздар болады. Өйткені менің каналымда сондай обучающий контенттар өте көп.
және де инстаграм страничкаңызға да көп мән беріңіз. Мен видеом пайдалы болса сіздерге, онда лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Всем пока!